Тазалықтың бірінші күні. Егер де сіз үйдің шаруасын жасағыңыз келмей, шабытыңыз келмей жүрген болса, онда үнемі бірге үйдің шаруасының барлығын жасауға кірісейік. Сіздер маған лайк, комментарий қалдырып отырыңыздар, ал мен сіздерге шабыт беріп отыратын боламын. Ал онда кеттік. Таңертең сағат 6-да тұрып, жолдасымның киімін дайындап, жұмысқа шығарып салдым. Ал өзімнің киімдерінің барлығын үтіктеп, таңғы ас дайындауға кірістім. Үйдегілердің шай тамақтарын беріп, бүгінгі менің бірінші жұмысым ыдыстардың барлығын қайнату болған. Оларды қайнатып, жайғастырып қойдым. Қыздар ыдыс аяқ жуатын машина алғым келіп жүр. Қай түрі жақсы жаза кетіңіздер. Бүгін бізде кешкі асқа лағманды қолдан жасап үнемі сатып жүрген қыздар болса, бұл видеоны көрмей-ақ қойыңыздар. Себебі мен лағманды қолдан созбаймын. Картошка, сәбіз, капуста барлығын салып қуырасыздар. Арасына осы шай ішіп алдым. Лағманның осы дәмдеуішін салып, қайнап тұрған суға тұз салып, султан дейтін макаронды саламыз. Ал біздің лағманымыз дайын болды, ас болсын. Кешкі асымызды ішіп өзіміз көшеге шықтық. Бала-шағамды біраз ойнатып, өзіміз мохито ішуге келдік. Осындай түрлері өте көп екен. Осындай отырып ішетін жерлер де бар екен. Үйдің алдында ашылған болатын, сол үшін келіп жатырмыз. Бір лайм түрі, 3 клубника, ал балама мороженое. Ал кеттік, дәмдерін көреміз. Қалай жасайды екен, дәмдерін көрейік. Клубниканың дәмі маған ұнады, ал лаймға келетін болсақ, маған мүлдем ұнамады. Білмеймін, жұрттың барлығы қатты жақсы көреді, бірақ маған мүлдем ұнаған жоқ. Сізге қай түрі ұнайды?